Сәлем достар, бүгінгі біздің макияжымыз 8 наурызға арналған өте жеңіл және бір тенемен, яғни бір түспен орындалатын макияж болады. Сондықтан менімен бірге болыңыздар, лайк басып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші макияжды мына NYX палеткасымен жасаймын. Оның ішіндегі міне мына қоңыр именно түсті алып, осы түспен түгел макияжды жасап шығуға тырысамын. Себебі кез келген қыз өзіне мысалға палетканы ала алмайды. Негізі әрбір қызда өзінде бір немесе екі түс қана болады. Сондықтан соған байланысты мен осындай шешім қабылдадым. Ең алдымен көзіміздің айналасына кремді жағамыз. Менде ол Optimus өзімнің күнделікті қолданатын. Былай, сосын былай. Көзіміздің айналасын міндетті түрде жақсылап ылғалдандыру керек. Сол кезде үстіне түсетін бүкіл бояудың барлығы жақсы жатады. Міне бүгін мен Dodo Girl содан алғанмын тенеді. Оттенок 01. Сонымен қасымды салып аламын. Ал енді келесі көзіміздің көз терісінің маңайына консилерді жағамын. Ағартып шығу керек оны. Ол консилерді арнайы, міне консилерға арналған кисточкамен жақсылап жайып шығамын. Енді оның үстіне міндетті түрде пудрамен жауып шығамыз. Мен қолданатыным Eveline рассыпчатый пудрасы. Рассыпчатый пудраны қалай қолданамыз? Мен былай біраз себеміз. Сосын осы крышкасынан кисточкамен аламыз да, былай өте жұқа қабат қылып жағып шығамыз. Міне. Келесі. Бізге бұл макияжға 3 түрлі кисточка керек. Ол мынандай үлкен шашақ кисточка, сосын одан кейін кішкентай шашақ кисточка вот. Былай. Сосын бізге мынандай кисточка керек. Бұны Oriflame'нан алдым. Мына екеуін Россиядан заказ бердім. Сосын мынандай кисточка керек. Бұл атын ұмытып қалдым. Real Techniques, да. Вот осы 3 кисточкамен қазір біз бір тенеді қолдана отыра макияж жасаймыз. Жаңағы оттенокты аламыз. Былай. Сосын жақсылап отырып қағамыз. Сосын ақырындап міне қабаққа жасаймыз. Жағамыз. Бірақ ішіне қарай кірмей қойыңдар. Тек сыртына ғана. Себебі біздің азиатский векаға осы сыртымен көбірек жұмыс істеу керек. Сосын міне қараңдар. Получается, вот байқап отырсыңдар, міне яблочкасы пайда болды, домалағы. Сүйегі пайда болды. Сол сүйегін былай бояйсыңдар. Міне слабый оттенок шығады. Өте сәл. Сосын тағы да тенеді алып, тағы да біраз қанықтылығын жоғарылатасыңдар. Сосын әрдайым үстіне қарай кисточканы міне үстіне қарай тартуға тырысыңдар. Жерге де біраз жақындап қоямыз. Мына ішіне тиіспейміз, көздің қабақтың ішіне тиіспейміз, сыртына ғана тиісеміз. Кисточканың соңына қарай ұстасаңдар, сол кезде өте жеңіл, әдемі растушевка шығады. Міне көріңдер, мен қай жерінен ұстап тұрмын. Тағы да аламыз. Енді қанықтылығын мына көздің кірпік бойына қарай қанықтылығын көбейтеміз. Және мына уже көздің ішіне қарай кіре бастаймыз. Уже ол кезде енді үстіне қарап отыру ыңғайсыз, сондықтан мен астына қараймын. Сосын үстіндерге көріне ме, көрінбей ме білмеймін. Прям астына міне былай осылай қарайсыңдар. Сол кезде
көрініп тұру керек міне. Түсіндіңдер ма? Тағы да аламыз. Қанықтылығын көбейтеміз. Бұны кез келген тенемен жасауға болады. Мені көрдіңдер ме, мына жерде міне қатты граница шығып кетті. Сол границаны таза кисточкамен ақырындап былай тағы да жаямыз. Біздің границаларымызды ешкім көрмеу керек. Уже көріп тұрсыңдар, уже үлкен кисточка жарамайды, келесі кішкентайына көшеміз. Кішкентаймен дәл жаңағы оттенок тауып аламыз да, тағы да бір жақынырақ, кірпік бойына жақынырақ келуді бастаймыз. Ортасына ақырындап шығып қоюға болады. Сосын міне В болу керек. Мына жер қара болу керек, сосын мына жер қара болу керек. Пушистый кисточкамызды алып тағы да бәрін үстіне қарай тартамыз. Тура қарап тұрамыз. Сосын тура қарап тұрған кезде көзімізді үстіне қарай тартамыз. Сосын мына толық кисточкамен барлық границалардың бәрін жұмсартамыз. Міне қараңдар, осындай пішін шықты. Көріп тұрсыңдар, міне астыңғы, міне мына шеті, астыңғы біздің веканы былай жалғастырып тұру керек. Себебі біз қазір астыңғы веканы бояймыз, бірақ ол веканы тек тональный кремді жағып болған соң бірақ бояймыз. Пока что осылай қалдырамыз. Міне, сосын екінші көзімізді бояймыз. Міне екінші көзімді де бояп шықтым. Келесі енді тексерер, қалай тексеруге болады, ол үшін былайынан ұстайсыңдар. Сосын былай бастарында қисайтасыңдар. Сосын ақырындап мына түсті жоғарырақ созасыңдар, гуар сияқты міне. Сосын екінші көзді де дәл солай. Білмеймін, айнада, например, нормально болып тұр. Прям астына қараған кезде мына жердің бәрі былай көтеріліп тұру керек. Лифтинг эффект болу керек. Келесі бізге стрелка сызып қоюға болады негізі, бұған біраз стрелка сызуға болады. Стрелканы мен өзімнің баяғы әдісіммен саламын. Туш. Бұл әдісті көру үшін сендер жаңағы менің ютубта осының алдында жасаған видеоларым бар. Соны дұрыстап қараңдар. Сол жерде бәрі айтылған. Көрдіңдер ме, міне? Тени қайда бітеді? Сол жерде подводка басталады. Яғни подводкамен жаңағы рамасын сызамыз. Міне, салды. Енді басты сондай бір әдемі әдістердің бірі. Жаңағы көздің бұрышына қарай біз хайлайтерді жағамыз. Ол хайлайтерді мен арт визаждан аламын. 120-шы түс. Өте күшті хайлайтер. Немесе жаңағы NYX палеткасынан алуға болады, бірақ NYX палеткасында арт визаждікі сияқты күшті жарқыраған болмайды. Мен көрдіңдер ме, қалай күшті жарқырайды? Прям пигмент, прям. Көрдіңдер ме? Енді бұны жасап болдық. Енді көздің ішкі бұрышын жасаймыз. Әдемілей отырып. Жаңағы кисточкамызбен тушымызды алып аламыз. Кішкене ғана. Тура қарап тұрып. Міне көрдіңдер ме, үстіндегі сызығымыз қайда қарап тұр? Соның жалғасы ретінде салу керек. Мысалға бұрын мен оны алатынымды ылғи былай төмен қарай, басқа жерге қарай қарататынмын. Бірақ бүгін біздің макияжда барлығы әппақ болып тұрған соң, міне мына сызық қалай барады, дәл солай соның жалғасы болу керек. Көрдіңдер ме?
кірпігімізді бояр алдымен қайырып аламыз. 1, 2, 3 жай ғана қатты баспаймыз. 1, 2, 3. Енді тарап аламыз оны. Кез келген қыз кірпіктерін наращивание жасатты, сондықтан сол наращиваниеден қалған расчесочкаларыңды қолданасыңдар. Былай тарап шықтық. Енді кірпігімізді бояймыз. Бір қабат алдымен. Осы маған мына The One Lash Extension тушының бір ұнайтыны, бұны бұраудың қажеті жоқ. Кисточкасы өте ыңғайлы. Тағы да менің көргім келетіні жаңадан 5 в 1 пайда болып жатыр. Осы Wonder Lash сияқты, Lash Sensation сияқты. Соны да көргім келіп жүр. Құдай берсе, келесі каталогта заказ беремін. Кірпіктің соңына қарай боямыз, себебі біздің азиатский көздің мұны ұшағын бояу керек көбінесе. Және қазіргі кезде тренд ол жаңағы кірпіктің шеткі бұрыштарын ғана бояу. Бетті дайындап алу үшін мен өзімнің ескі, бірақ өте сүйікті Novage праймерін қолданамын. Бұл праймер бет терісін жақсы ылғалдандырады. Мына көріп тұрсыңдар ма, мына дыркалар. Сол дыркалардың бәрін жақсы жабады, яғни тегістейді. Сонымен қатар бұл бет терісіне уход береді. Сонысы маған өте ұнайды, және бұны жасаған кісі де өте, мен ол кісіні қатты құрметтеймін. Себебі өте білімді кісі. Негізі оны былай беттің ішіне, яғни әрбір пораға вбивать ету керек негізі. Ішіне кіргізу керек. Бірақ мен кейбір кезде былай жасаймын, кейбір кезде басқалай жасаймын. Әртүрлі. Өзіме қалай ыңғайлы болады, әр кезде әр қалай ыңғайлы болады. Міндетті түрде мұрынның маңайына. Көрдіңіздер ма, міне бет қызарады. Яғни реакция жүріп жатыр деген сөз. Сосын міне тональный крем, ол менде The One Everlasting Foundation. Өзімнің күнделікті қолданатын тональный кремім. Маған өте ұнайтын. Бүгін мен оны кисточкамен жағамын. Себебі маған өте қалың сұлу. Сосын міне жаңағына тональный кремді кисточкамен жақтық қой. Енді келесі қадам мына бьюти блендерімізбен жаңағы қалың қабатты тегістеп шығамыз. Бір примерно 2 минут күте тұрыңдар. Сосын 2 минуттан кейін уже можно блендермен былай тегістеп шығуға. Былай қарап отырсам, мен сендерге өте көп секреттерді айтамын. Бұл секреттерді көптеген визажисттар ақша төлеп алдырады. Ал мен сендерге тегін беремін. Сондықтан қолданыңдар. Келесі бізде консилер болады. Жаңағы өзіміздің сүйікті консилерімізді қолданамыз. Мұнда. Сосын мұнда. Сосын мұнда. Мұнда. Еще мұнда керек. Тук. Келесі енді стробинг, яғни контуринг. Нет, да, контуринг, не стробинг. Face стайлер. Бұл бақысты мен бітірдім жүрде. Міне қарандар, мына жер негізі менің көлеңкем. Көлеңкенің үстінен бояймыз. Былай, сосын былай.
челюсть дейді. Яғни қалай оны атаса болады, білмеймін. Мұрынды сендер өздерің былай қарайсыңдар. Мысалға, менің мұрыным мына жері, в принципе, түзу. Мына жерінде біраз үлкендеу. Сондықтан мен осы мына жеріне қосам. Сосын мына жерде біраз бар. Сосын мына жерде біраз бар. Вот, и все. И тут чуть-чуть. Пока күте тұрамыз. Бұны күтеміз. Где-то примерно 5 минут, 2 минут күтеміз. Барлығы бетімізде барлығы еріп үлгеру керек. Сосын тушевать етеміз. Так, тушевать ету үшін арнайы кисточкамызды сразу дайындап қоямыз. Так, менде ол ақ консилерді тушевать ету үшін мынау кисточкам, қарасын тушевать ету үшін мынау кисточкам. Ақырындап қарасын тушевать ету беруге болады ғой деймін. Көрейік. Немесе мен сияқты менен былай шашымызды көтеріп аламыз да, былай бояй береміз. Вот. Сосын астын максимально үш қылуға тырысамыз, міне. Тан-тан. Мұрынды жасаған кезде кисточканы прям ровно ұстайсыңдар. Ешқайда тапжылтуға болмайды, ол ровно кету керек. Потому что бір жерге тапжылып кетсе, бітті. Жаңағы қара түсті ол түгел мұрынға жайып жібереді. Сондықтан өте байқап тушевать ету керек бұны. Ағын тушевать етеміз. Мына бірінші жерін пока тағы да тұра тұрсын. Қазір оны бьюти блендермен дұрыстаймыз, пока мына жерді түзейміз. Так. Бьюти блендердің таза жағымен. Осы спонжиктың бір ыңғайлығы, ол бірнеше сторона дейді ғой, бірнеше жақтарының бары өте ыңғайлы. Мысалға, біреуі тональный крем болып тұрса, екіншісі уже таза жағы болады. Сол таза жағымен спокойно жұмыс істей беруге болады. Енді мына макияжымыздың тенелерін жаңағы өзіміздің үлкен кисточкамызды алып аламыз да, былай созамыз, чтобы ана бүкіл границалардың бәрі кету үшін. Және Гуарда сөйтіп үйреткен бұны созу керек деп. Вот. Потом следующее біз бұның бәрін пудрамен нақтылаймыз. Яғни бәрі орнында тұру керек бізге. Бұлар орнында тұру үшін міндетті түрде рассыпчатый пудрамен нақтылаймыз былай. Міндетті түрде көздің астына біраз қалыңырақ слой жағып шығамыз алдымен. Типа бейкинг жасап. Вот. И теперь енді оның бәрін былай келтіреміз. Яғни жаңағы ортасынан бастап барлығына жаямыз. Вот, жайдық. Енді бізге мен бүгін бронзер қолданғым келіп тұр негізі. Бірақ білмеймін, бронзер бола ма, жоқ па? Или румяна. Давайте румяна. Румянаны мен Эстрада палеткасынан, Пикассо палеткасынан міне мына өте суық розовый түсті қолданамын. Бүгінгі біздің макияж ешқандай сондай несіз, стробингсіз, контурингсіз болады.
Жаңағы то же самое. Румянаны аламыз, қағамыз қолымызда чуть-чуть и вот так. О май гад. Это что за нежность? О май гад. Міне былай әдемілеп тұрып өте сәл жасап шығамыз. Қараңдар. Жаңағы міне мына біз контуринг жасап шықтық қой. Соның үстінен басып шығамыз розовыймен. Чтобы біздің теріміз балғын әсер беріп тұрсын. Вау. Нақты өмірде бұл өте әдемі макияж болып шықты. Бір түстің арқасында бір тенимен жасадық бұны. Сосын біраз мына мұрынға қазір көп блогерлар алып келеді. Білмеймін, не үшін екенін түсінбеймін. Бірақ жасайды. Міне. Так. Видите? Мына румяна өте нәзік. Хайлайтерді біз жаңағы мына эстраданың, артвизаж палеткасынан жаңағы мына 120 оттеногымызды аламыз. Сосын мынандай кисточкамызды аламыз, міндетті түрде бер. Жақсылап отырып былай аламыз. Потом былай жасаймыз. Сонда өте жеңіл, влажный эффект болады. О май гад. Аламыз. Потом былай жасаймыз. О май гад. Oh shit. Мынау не деген керемет десеңіздер. Капец, как красиво. Так, келесі бізге керек. Бізге не керек. Бізге сізден не керек. Бізге чуть-чуть хайлайтерді қастың үстіне жағу керек. Чуть-чуть хайлайтерді на жерге жағу керек. Чуть-чуть хайлайтерді на жерге жағамыз. Видите? Көріндер ма қой? Прям керемет прям. Тағы да мына жерге обновить етіп шықса болады негізі. Айтпақшы, мына кисточка ол менде Oriflame. Негізі бұл тенеға арналған кисточка. Өте тенеді, прям пигментный қылып наносить етеді, конечно. Қайда біздің сары? Растушевочный кисточкамызбен былай қағып шығамыз әдемілеп. Сосын қайтадан мына кисточкамызды алып мына жерге жасаймыз. И мұрнымыздың бір шетіне жасаймыз. Тук. Это все. И мына жерге чуть-чуть поярче. Кішкене ғана точкалар жасап шығамыз. Жай ғана бликтар болсын. Яғни блики создаем, блики. Енді ең қиыны ол ерін. Ерінге мен әлі де дұрыс помада тапқан жоқпын. Вот так вот, не істейміз ерінмен. Ерінмен біз жаңағы мына color box карандашымен. Ой, нет, подождите, давайте попробуем қоңыр карандашпен. Қоңыр карандашпен міне мына color қоңыр карандашмен ерінді сызып шығамыз. Енді бір сондай оттенок тауып болса ғой негізі күшті болушы еді прям. Бірақ бүгін біз не істейміз? Бүгін біз еріннің түсін өзіміз таңдаймыз. Қандай түс таңдаймыз? Так. Идея менде идея бар. Бір керемет идея бар. Аламыз.
мына бальзам бар ғой, сол бальзаммен жағып шығамыз. Сосын мына жаңағы Никстан алған тениді ернімізге де жағамыз. В принципе, нормально же. Нормально. О май гад. Қолмен жаққан ыңғайлырақ екен. Өте әдемі түс, өте. Бірақ бір қызықсыз болып қалған сияқты. Но, в принципе, бәрі дұрыс сияқты. Нормально. Мне осылай шықты біздің макияж. Нет, подождите, мен астын ұмытып кеттім. Так, астына, мына көзіміздің астына Real Techniques кисточкасын аламыз да, дәл жаңағы біздің мына тенимен. Ну, я думаю, нормально. Или можно коричневый добавить. Давайте коричневый добавим. Міне осылай әдейі сондай қызықша сондай ою-өрнектері бар сырғаны киіп алдым, себебі 8 наурыз, яғни наурыз айы, көктем, және мынандай өте жеңіл сондай кожаның түсімен келетін рубашкамды киіп алдым. Міне осында өте әдемі, өте сондай жеңіл макияж. Ал достар, қарағандарыңа рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, каналыма жазылуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар. Қараңдар, өте қандай керемет макияж. О май гад. Тональный кремді қараңдар. Қалай күшті хайлайтер жылтырап тұр. Мінекей. Чисто такой офисный. Өте жеңіл, бірақ сондай праздничный макияж. Әрине маникюрді басқалай жасап алуға болады. Такой более мына еріннің түсімен келетіндей қылып маникюр жасап алуға болады. Осылай.